Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен осындай өте қарапайым, артық шығынды қажет етпейтін, өте керемет печенье дайындап үйренеміз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліңіздер, видеоны соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып аламыз. Үстінен 150 грамм құмшекерімізді салып, венчиктің көмегімен жақсылап құмшекеріміз ерігенге дейін араластырып алатын боламыз. Араластырып алдық. Осылай. Ендігі кезекте 180 грамм сметанамызға, яғни қаймағымызға бір ас қасығында ас содасын салып, жақсылап осылай араластырып аламыз. Жұмыртқамыздың үстіне салып, осылай әдемілеп араластырып алатын боламыз тағы да. Көріп тұрғандарыңыздай, массамыз көпіріп, көтеріліп шықты. Тура осылай болу қажет. Сол кезде печеньеңіз өте әдемі болып шығады. Үстінен 80 грамм сұйық майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымызды осылай ақырындап 2-3 немесе одан да көп бөліктерге бөліп, жұмсақ етіп, нәзік етіп, қамыр елеп алатын боламыз. Шамамен 450 граммдай ұн кетеді массамызға. Осылай соңында қолымызбен жақсылап жұмсақ етіп, қамырымызды елеп алатын боламыз. Біздің қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай дайын. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ қамырымыз дайын. Ендігі кезекте рестімізге орналастырып алатын боламыз. Осылай қолымыздың көмегімен дөңгелете отырып, салып аламыз рестімізге. Бұл жерде печеньенің пішінін өздеріңіз қалауларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Ол міндетті түрде дөңгелек болуы міндетті емес. Орналастырып алғаннан кейін осылай үстін ақырындап қолымыздың көмегімен ақырын жай ғана басып шығамыз осылай. Бетіне жұмыртқамыздың сарысын жарып алып, осылай бетіне сүртетін боламыз. Сол кезде әдемі болып беті жылтырап шығады. Осылай барлығын әдемілеп сүртіп алып, үстіне құмшекер себетін боламыз. Осылай. Печкамызды 180 градуста қыздырып, 10-15 минутқа қалдырып пісіріп аламыз. Мінекей біздің печеньеларымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай қызарып, өте әдемі болып, керемет болып шықты. Өте қарапайым, үйіңізден бар заттардан дайындалатын печеньеларымыз дайын. Егер де рецептін ұнаса, видео ұнаса, лайк басыңыздар, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және де сіздерге де жасап көруге кеңес беретін боламын.
келесі видеоларымды қалдырмай көру үшін каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!